5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынына қатысатын ұлттық құрамада дүбірлі дода қарсаңында соңғы оқу жиынын өткізіп жатыр. Жаттығулар 7-ші қыркүйекке дейін жалғасады, ал байрақты бәсекеге келетін үздіктер аз емес. Тек зияткерлік ойындар бойынша әлемнің 50-ден астам елінен үміткер келеді. Тақырыпты әріптесім Әнуарбек Мырзатайұлы жалғастырады. Түрік халқының мангала ойынын жетік меңгерген Биғали Зікірияев қазір күн өткен сайын дайындықты шыңдап жатыр. Бұған дейін халықаралық дәрежедегі бірнеше турнирдің жүлдесін иеленсе де, алдағы жарыстың тартысты өтетінін біледі. Себебі дәл осы ойын бойынша 10-нан астам елден спортшылар келмек. Бұл үлкен ауқымды шара, біріншіден, екіншіден бұл түріктің ұлттық ойыны болғандықтан бұл жерде қарсыластар өте мықты. Мысалы, Қырғыз елдің спортшылары, Турция елінің спортшылары, Чехия елінің спортшылары, олар мықты. Соларға қарсы арнайы дайындық жүргізіп жатырмыз. Зияткерлік ойындар тізіміне келетін қазақтың тоғызқұмалақ және Батыс Африка халқының авария спорт түріне қатысатын үміткерлер де бүгін әзірліктерін пысықтады. Құрамада әр спорт түрі бойынша 2 ер, 2 әйел тоғызқұмалақтан, 2 ер, 2 әйел мангаладан және 2 ер, 2 әйел аварийден ел намысын қорғайды. Бізде әр спорт түрі бойынша 3 медаль сарапқа салынады. Ордода тартымда өтетін түрі бар, ал бес асық және асық ату көшпенділер ойындарының бағдарламасына алғаш рет кіріп отыр. Асық атудан біздің ұлттық құрама сапында 4 ойыншы бар. Дегенмен спорттың бұл түріне қатысу үшін әлемнің 14 елінен үміткерлер келеді. Сондықтан біздің жігіттерге дүбірлі жарыста үздік өнер көрсету үшін дайындықты шыңдау міндеті тұр. Елордаға ат спортына қатысатын үміткерлер де жетті. Көкпаршылар дода өтетін аумақта жаттығуларын бастап та кетті. Ойын алаң бір әдемі, жақсы соғылған, жайлы аттарға, жер құмақ ыңғайлы, сапасы да жақсы. Дайындық барысы жақсы өтіп отыр ғой. Елордада болатын 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында жарыстар спорттың 21 түрінен өтеді. Біздің ойыншылар бұлардың барлығына қатысады. Жалпы ұлттық құрама сапында 200-ден астам адам бар. Әнуарбек Мырзатайұлы, Қанат Әбілдин, Хабар.